Жастарымыз 2-3 баладан кейін тәрбиесіне жете алмай қалады ғой. Ол көп балалы бол дейміз. Ертең 5 баладан кейін көріңізші, бір әйел кісіге жанына 5 бала ертіп беріңізші. 6-шысын туасың ба деңізші, ол туғысы кеп тұрса да қорқады. Ай мынау 5-еу миымды жеген кезінде дейді, мен не істейтінін білмеймін дейді. Таңнан кешке шейін осылардың жанында жүрмін дейді. Ол бекер емес. Ол баяғы кезде ұлына, қызына қарайтын адамдар болған, енесі алып, еркелетіп, жанына ертіп, айығына асып, әйтеуір ертіп жүретін. Оған қараған үшін әйелдер көп туатын, 9 туама, 16 туама, оған қарайтын адамдар болды. Ал қазір енді әрқайсымыз жеке басымыз сой деп еншімізді алып кетеміз, сөйтеміз де баланы көп туу. Ол туын туады-ау, денсаулығы жетсе, оның тәрбиесі қайда кетеді? Тәрбиесіне қарай алмайды. Әсіресе ата-аналар әртүрлі базар ошарларға кетеді, сөйтеді де мен балама нан тауып жатырмын дейді. Бірақ сол баланың тәрбиесіне қарамайды, баланы бағады. Баланы тәрбиелемейді. Баланы бағу бар, баланы тәрбиелеу бар. Екеуі екі тұс, екеуі екі сөз бұл, екеуі екі нәрсе. Бағу деген не? Адам малды да бағады. Мал баққанда не істейсіз, айтыңызшы? Жемін бересіз, қорасын тазалайсыз, еркек ұрғашысын бір-біріне қосып тұрасыз, төлін ажыратып тұрасыз, уақытымен сауып тұрасыз. Сол ғой малды бағу деген осылай болады, дұрыс па? Көп адам баласында дәл осылай бағады ғой. Тура қойға қалай қарайды, баласына солай қарайды. Мектептегі оқып атқан сабағын қарамайды. Келдің ба? Келді. Аман есен, аяқ қолы балғадай болды. Бірге отырып не оқып жатсың? Жоқ, қарамайды. Бір. Екіншіден, кіммен араласып жүр? Не сөйлесіп отыр? Ана компьютерда не шығып отыр? Телефонында не шығып отыр? Қызықпайды. Ол не істеп отқанын бір Құдай біледі. Одан бөлек, ата-ананы тәрбиелеу, қаяқтың тәрбиесі? Баласына отырып бір ақыл айтпайды ата-ана. Таңда кетеді жұмысына, кешке келеді, тамақ ал бұл кетіндеш, ана сериалым бар дейді. Тәрбие сол тәрбиесін ана телевизор беріп жатыр. Сол үшін біздің қазақтың қыздары ана үнді сияқты шоқынып жатыр. Буддистер сияқты табынып жатыр. Оған қарамайды. Бір ата-ана өзінің баласына уақыт бермейді. Күніге демей-ақ қояйықшы. Еш болмағанда 2-3 күнде бір баласымен отырып сырласып, қызымен отырып мұңдасып, бірге отырып өміріне деген ақылын айтып, бір ағайындықты, туыстықты көрсету деген нәрсе жоқ көп адамдарда. Ата-ананың тәрбие, бала тәрбие мәселесі қазір далада қалып бара жатыр ата-анада. Баласына деген уақыт бөліп, мына баламды мен тұлға қылып өсіремін, личность, тұлғаның тәрбиесін жасаймын, менің көрмегенді осы бала көрсін деп тәрбиесін беріп, сөзін, мінезін, ісін бәрін түзету деген ата-анада жоқ. Менің көрмегенді көрсін дейді, ол анау балам ішсін, жесін деп құр тамақ бере береді. Ол бала қарын қойып, былшиып семіргенде не пайда? Басында дым болмаса, үстіндегі қымбат киімі не пайда? Ол егер ол қымбат киімге арзитын тірлік істемесе, қымбат киім балаға зиян болады. Бір миллионер кісі айтқан екен, сен балаңа дұрыс тәрбие бергің келсе, балаңа бергің келген ақшаның жартысын бер депті. Сіз 100 теңге бергіңіз кеп тұр ма, балаңызға 50 теңге беріңіз. 50 теңге беріңіз келе ма? 25 теңге беріңіз. Қанша аз берсеңіз, сонша дұрыс тәрбие. Қанша қарапайым киіндірсеңіз, сонша тәрбиесі дұрыс. Мен тауып атырым ғой дейміз. Ол бала ол қымбат киімнің қадірін білмейді де. Versace, Armani'дің қадірін білмейді. Не қылады ол? Ол өсіп кетеді ол. Қазір кигізсеңіз бір 3 ай кие ма, кимей ма, ол өсіп кетеді ол. Бүтін болса, жылы болса, әдемі болса, болды. 3 ай, 4 айдан кейін ол болды. Інісі киеді, басқасы киеді, өзінен кейінгілерге кетеді. Сол үшін тәрбие мәселесі қозғалып кеткеннен кейін айтып жатырмын. Айналайын ата-аналарға, осы мұғалімдер әсіресе айтсаңыздар оның тәрбиесін. Сіздер де ата-анасыздар. Баланы тәрбиелеу керек, бағу керек емес. Баланы бағатыны ол Алла Құдай өзі несібесін беріп қойған әркімнің. Уайымдамаңыз, ол жемей қалады, ішпей қалады деп.